Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тапсырысқа дайындалатын мастер-класстардан үйренген бауырсағымның рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, өте жұмсақ, керемет бауырсақ жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бауырсақты дайындау үшін бізге ең алдымен 500 грамм жылы су, 500 грамм жылы сүт керек. Жүз грамм құмшекерді саламыз. Енді тұзымызды саламыз. 15 грамм тұз және 15 грамм дрожж саламыз. Жетпіс грамм майонезді салып, сұйық массамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құямыз. 100-120 грамм сұйық май жеткілікті. Сұйық майды бірден құймаймыз, екіге бөліп құямыз. Бірінші бөлігін осы сұйық массаға құямыз. Қалған екінші бөлігін ұнды салып, қамыр илеу барысында құятын боламыз. Енді 1800 грамм ұнымызды саламыз. Оның бәрін бірден салмаймыз, осылай екі бөлікке бөліп саламыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, осылай шетінен сала отырып қамырды илейміз. Ыдысымыздың жан жағында қамыр жабысып қалмас үшін осылай қалған сұйық майдың екінші бөлігін құятын боламыз. Енді жақсылап жұмсақ қамырымызды біркелкі етіп илеп шығамыз. Қамырдың арасында ұн қалып кетпес үшін осылай асықпай жақсылап илеп алыңыздар. Иленген дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап көтерілгенше. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсағымыз өте керемет болып көтерілді, ашыды. Енді ұнның көмегімен жуалаға бөліп аламыз.
Мен осылай 3 суалаға бөліп алдым. Енді қамырын жайып шығамыз. Қатты жұқа, қатты қалың етіп жаймаймыз. Орташа қалыңдықта жарты сантиметрдей етіп жайып аламыз. Кез келген домалақ, стакан немесе арнайы формамен осылай бауырсағымызды домалақ етіп бөліп шығамыз. Кесілген бауырсақтарымыздың бетін матамен жауып 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ал енді сұйық майымызды қыздырамыз. Қатты қыздырып жібермеңіздер, бауырсақтар күйіп кетеді. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, бауырсақтарыңыз керемет болып шығады. Екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Бауырсақтардың түсі өте керемет болып шығып жатыр. Дәмі де өте керемет. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге Тоғжан ас болсын.